Assalamualaikum, armысыздар құрметті YouTube-та көрермендерім, тіркелушілер. Мінекей біз Түркістан қаласында Hilton қонақ үйінде мінекей бауырымыз келіп жұмыс жасап жатыр. Жұмысы өте оңай емес екенін баршаңызға белгілі. Міне альпинист деген мамандық өте қыл үстіндегі көпірде жүрген бір жан түйіріп жүретін бір кәсіп деп білеміз. Міне сол кәсіптің иесі Бауыржан деген жігіт. Айна сүртіп, барлық қонақ үйдің айнасын сүртуге тапсырыс алып жұмыс жасап жатыр. Бәке, анау айна қанша табасың? Халыққа соқысып болып тұр ғой. Сол нормальный қанша? Әркімге әртүрлі ғой. Біреуге 60 мың нормальный, біреуге 6 миллион нормальный деген сияқты. Бұйырғаны қысқасы 600-700 мың теңгедей шамасы табадау деп топшылап отырық. Жоқ дегенде. Тапсырыс көп болса, 1 миллионнан асырайын деп тұр ғой бұл жігіт. Түр айтып тұр. Мінекей. Оңай емес жұмыстар, кәсібі. Міне қиыншылық. Жоғардан әр түрлі, міне Қазақстан бойынша мына құжаты да бар, оқыған барлық осы альпинисттің төңірегінде сұрақтарға жауап береді. Астана, Алматы, міне Түркістаннан кейін Шымкентке кетеді. Қазір Астанадан келіп жұмыс жасап жатыр. Қазақстанның түкпір-түкпірлерінен тапсырыс алып жұмыс жасап жатыр. Бір өзі жасайды. Кез келген жерге барады. Құжаты 100%. Мінекей үлкен фирмалар болатын болса, тапсырыс беруге болады. Бәке, телефон айтып жүрсей? 8778 111 48-44 ұялы телефонына хабарласуға болады. Осында альпинист жігіттерді өзі кран әрі, өзі ашып түсіңіздер, альпинистер. Денсаулыққа зиян ғой енді ғой. Мінекей көрермендер, телефонда видеомызға салып жатырмыз. Тапсырыс берсеңіздер болады. Міне әрі кран, әрі міне көрді, кез келген осы альпинистік жұмыстарды қызметін жасайды. Осындай үлкен қабаттарды 100 этаж болсын, 40 этаж, 50 этаж болсын, барлығына міне дайын бұл жігіт. Шамдар қояды, мінекей аспалы шамдар, терезе сүртеді, крас бояйды, неше түрлі үлкен ғимараттарды. Тапсырыс беруге болады. Рахмет, сіздерге ақпарат болсын. Осындай альпинисттерді іздеп жүрген адамдар болатын болса, біздің арнада мәлімет болсын деп шығарып жатырмыз. Міне көрермендер, келесі сау саламатта болыңыздар, жақсы күндерде жолыққанша.